Айтпақшы, жаздың ыстық күні сіз диванда демалып жатырсыз. Кенет құлағыңыздың түбінен таныс, жүйкені жұқартатын ызың естіледі. Сіз орныңыздан атып тұрып, қолыңызға газет немесе сапалақты аласыз. Мақсатыңыз анық, мына кішкентай мазасыз жәндікті жою. Сіз бар күшіңізбен, бар жылдамдығыңызбен соққы жасайсыз, бірақ ол ұшып кетеді. Ол тіпті сізді келемеш қылғандай қайтадан келіп мұрныңызға қонады. Неліктен ең жоғары саналы екі аяқты алып жаратылыс адам баласы миының көлемі құм түйірінде ғана болатын кішкентай шыбынды ұстай алмайды. Армысыздар, құрметті көрермен, бұл айтпақшы арнасы. Бүгін біз ғарышқа ұшпаймыз, мұхит түбіне түспейміз. Біз дәл қазір сіздің бөлмеңізде ұшып жүрген ең таныс, бірақ ең жұмбақ жаратылыс туралы сөйлесеміз. Бүгінгі шығарылымда неліктен шыбындар бізді матрица фильмдегідей баяулатылған кадрмен көреді, олардың аяқтарында қандай химиялық зертхана орналасқан, және ең бастысы, егер жер бетіндегі барлық шыбындар бір сәтте жойылып кетсе, адамзатқа неге небәрі бірнеше ай ғана өмір сүруге тура келеді. Видеоны соңына дейін көріңіз, өйткені бұл шығарылымнан кейін сіз қарапайым шыбынға мүлдем басқа, үрей мен құрметке толы көзбен қарайтын боласыз. Сіз шыбынды ұруға тырысқанда, сізге өте жылдам қимылдап жатқандай көрінеді, бірақ шыбын үшін сіздің соққыңыз жай ғана баяу қозғалып келе жатқан алып тау сияқты. Бұл қалай мүмкін? Ғылымда жыпылықтаудың сыни жиілігі деген ұғым бар. Бұл көз бен мидың бір секунд ішінде қанша кадрды қабылдап өңдей алатынын көрсететін көрсеткіш. Мысалы, біздің адамдық миымыз секундына шамамен 60 кадрды өңдейді, ал кинотеатрдағы фильмдер бізге секундына 24 кадрмен көрсетіледі, және біз оны үзіліссіз біркелкі қозғалыс ретінде көреміз. Ал енді назарыңызды мықтап аударыңыз. Қарапайым үй шыбынының миы секундына 250 кадрды өңдейді. Бұл бізден 4 есе жылдам. Демек, шыбын үшін біздің әлеміміз 4 есе баяулатылған режимде өмір сүреді. Сіз қолыңызды көтеріп, соққы жасаймын дегенше, шыбынның биологиялық суперкомпьютері сіздің қолыңыздың траекториясын есептеп үлгереді. Ол сіздің көлеңкеңіздің түскенін байқайды, ауа қысымының өзгергенін сезеді. Ол сіздің соққыңыздың қайдан келе жатқанын талдап, қашу үшін ең қауіпсіз бұрышты таңдайды, және мұның бәрін ол небәрі 50 миллисекунд ішінде істейді. Сіз көзіңізді бір рет жыпылықтатқанша, шыбын өзінің құтқару жоспарын құрып ұшып кетіп үлгереді. Айтпақшы, егер сіз шыбынды теледидардың алдына отырғызып қойсаңыз, ол кино көрмейді. Ол үшін біздің заманауи фильмдеріміз жай ғана өте баяу ауысып жатқан слайд-шоу немесе фотосуреттер болып көрінеді. Уақытты қабылдау — бұл салыстырмалы ұғым. Біздің әлемдегі нағыз спидстерлер осы кішкентай жәндіктер. Бұл өте жақсы қорғаныс механизмі. Сіз шыбынды арт жағынан білдірмей келіп ұрып өлтіремін деп ойладыңыз ба? Қателесесіз. Шыбынның арқасында көзі жоқ болса да, ол сізді тамаша көріп тұр. Адамның көзі камера сияқты жұмыс істейді. Бір линза, бір фокус. Біз тек алдымызды ғана көреміз, ал шыбынның көздері бұл табиғаттың нағыз оптикалық шедеврі. Олардың көздері фасеткалы құрылымға ие, яғни оның әрбір көзі 4000-ға жуық кішкентай жеке линзалардан тұрады. Жалпы алғанда, бір шыбында 8000-нан астам шағын камера бар. Бұл кішкентай линзалардың әрқайсысы миға өз алдына жеке сурет жібереді, ал шыбынның миы осы 8000 суретті бір секундтың ішінде біріктіріп алып мозаика жасайды. Соның арқасында шыбынның көру бұрышы 360 градусты құрайды. Ол алдын, артын, үстін және астын бір мезгілде көре алады. Оған басын бұрудың қажеті жоқ. Сонымен қатар, шыбынның көздерінде бізде жоқ тағы бір ерекшелік бар. Олар бағытталған жарықты көре алады. Бұл дегеніміз, олар тіпті күн бұлттың артында тығылып тұрса да, жарықтың бағытын оқып, кеңістікте бағдарын ешқашан жоғалтпайды. Бұл олар үшін табиғи GPS навигатор сияқты жұмыс істейді. Егер адамзат осындай оптикалық жүйені жасай алса, біздің дрондарымыз бен ұшақтарымыз ешқашан апатқа ұшырамас еді. Біз табиғаттың бұл патентіне әлі жете алмай келеміз. Жақсы, шыбынның көзі мен жылдамдығы бізден асып түседі екен, бірақ олардың тағы бір супер күші бар. Олар гравитация заңдарын ойыншық етеді. Олар тегіс шыныда, айнада немесе төбеде емін-еркін төңкеріліп жүре береді. Олар бұны қалай істейді? Олардың аяғында сорғыштар бар ма? Әрине жоқ. Шыбынның табанында пульвилла деп аталатын арнайы кішкентай жастықшалар бар. Бұл жастықшалар мыңдаған өте ұсақ микроскопиялық түктермен қапталған. Бірақ ең басты құпия, осы түктерден үнемі арнайы химиялық жабысқақ сұйықтық бөлініп тұрады. Бұл сұйықтық молекулалық деңгейде жұмыс істейді. Ғылымда бұны Ван дер Вальс күштері деп атайды. Яғни шыбынның аяғындағы молекулалар мен төбенің
дененің молекулалары бір-біріне физикалық түрде тартылады. Шыбын әр қадам жасаған сайын өзін беткейге желімдейді және қайтадан жұлып алады. Бұл технологияны ғалымдар әлі күнге дейін толық қайталап, жасанды түрде жасай алмай отыр. Айтпақшы, сіздің үстеліңіздегі тамаққа шыбын қонғанда сіз қатты ашуланасыз, солай ма? Және дұрыс істейсіз. Бірақ шыбын тамаққа қонған кезде оны аузымен емес, аяғымен жеп дәм татып жатқанын білесіз бе? Шыбындардың дәм сезу рецепторлары олардың табандарында орналасқан. Ол үстелдегі нанға немесе етке қонған сәтте-ақ оның дәмін сіздің тіліңізден 10 миллион есе артық сезіп қояды. Бірақ ең жиіркенішті әрі таңғаларлық процесс одан кейін басталады. Шыбындарда шайнайтын тіс жоқ. Олар қатты тамақты жей алмайды. Сондықтан олар тамаққа қонған соң өздерінің асқазанынан қышқылға толы сілекейді тамақтың үстіне құсады. Бұл қышқыл тамақты, мысалы қантты немесе етті бірнеше секунд ішінде ерітіп, сұйық сорпаға айналдырады. Содан кейін ғана шыбын өзінің тұмсығымен сол сорпаны губка сияқты сорып ішеді. Сондықтан тамағыңызға шыбын қонып ұшып кетсе, біліп жүріңіз, ол сіздің асыңыздың үстінде кішігірім химиялық зертханасын жұмыс істетіп кетті. Сіз егер олар осындай жиіркенішті болса, жер бетіндегі барлық шыбынды біржолата жойып жіберсек қайтеді? Бәріміз тыныш ұйықтар едік қой, деп ойлауыңыз мүмкін. Егер бізді сиқырлы түйме болып, біз жердегі бүкіл шыбынды бір сәтте жойып жіберсек, адамзат өркениеті небәрі бірнеше айдың ішінде құрдымға кетер еді. Бұл фантастика емес, бұл экологиялық факт. Неге дейсіз бе? Біріншіден, шыбындар бұл табиғаттың бас санитарлары. Олардың дернәсілдері жер бетіндегі барлық қалдықтарды, өлі жануарлардың денелерін, шіріген өсімдіктерді, нәжіс пен қоқысты жеп оларды өңдейді. Егер шыбындар жойылса, бұл қалдықтарды жейтін ешкім қалмайды. Жер беті бірнеше аптаның ішінде борсыған өліктер мен қоқыс тауларына толған алып зиратқа айналады. Бактериялар көбейіп, адамзат бұрын-соңды көрмеген ауқымды індетке ұшырайды. Екіншіден, жаппай ашаршылық. Шыбындар, құстардың, балықтардың, бақалар мен өрмекшілердің негізгі тамағы. Шыбын жойылса, осы тізбектегі жануарлар жаппай қырылады. Бұл жердің бүкіл экожүйесін, азық-түлік тізбегін қиратады. Үшіншіден, сіз сүйіп жейтін шоколадпен қоштасу. Көп адамдар гүлдерді тек аралар мен көбелектер тозаңдатады деп ойлайды. Бірақ какао ағашының гүлдері өте кішкентай және күрделі құрылымға ие. Оларды тек арнайы шыбын түрлері ғана тозаңдата алады. Яғни шыбындар болмаса, жер бетінде какао өспейді, ал какао болмаса, шоколад та болмайды. Шыбын бұл табиғаттың өте мінсіз жасалған қайта өңдеу зауыты. Оларсыз біздің планетамыз өзінің қоқысына өзі тұншығып өлер еді. Айтпақшы, шыбындар адамзатты тек экожүйе арқылы ғана құтқарып қоймайды. Қазіргі заманауи медицинада шыбын дернәсілдері ең тиімді хирургтардың бірі саналады. Бұл емдеу түрі дернәсіл терапиясы деп аталады. Егер адамның аяғы немесе қолы қатты жарақаттанып, іріңдеп, гангрена басталса, антибиотиктер көмектеспеуі мүмкін. Мұндай кезде хирургтар жараның бетіне арнайы стерилді зертханада өсірілген шыбын дернәсілдерін салады. Бұл кішкентай құрттардың ғажайып қасиеті бар. Олар тек өлі, шіріген етті ғана жейді. Олар тірі, сау клеткаларға мүлдем тиіспейді. Дернәсілдер жараның ішіндегі барлық іріңді, бактерияларды және өлі ұлпаларды микроскопиялық дәлдікпен кесіп алып тастайды. Сонымен қатар, олардың сілекейінде күшті табиғи антибиотик бар. Бірнеше күннен кейін дәрігерлер дернәсілдерді алып тастағанда, адамның жарасы тап-таза болып тез жазыла бастайды. Бұл әдіс мыңдаған адамның аяқ-қолын кесілуден аман алып қалды. Иә, бұл жиіркенішті көрінеді, бірақ бұл табиғаттың бізге берген ең мінсіз антибиотигі. Міне достар, келесі жолы бөлмеңізге шыбын ұшып кіргенде, оны жай ғана мазасыз жәндік деп қабылдаңыз. Ол секундына 250 кадрды көретін, уақытты баяулататын, гравитацияны жеңетін және біздің планетаны тазартатын биологиялық суперкомпьютер. Олардың ғұмыры өте қысқа, небәрі 20-30 күн ғана өмір сүреді. Бірақ осы қысқа уақыттың ішінде олар табиғаттағы өздерінің ұлы миссиясын орындап үлгереді. Оларға ашуланбаңыз, жай ғана терезені ашып, олардың өз жұмысын жалғастыруына мүмкіндік беріңіз. Бұл айтпақшы арнасы болды. Табиғатта артық ештеңе жоқ, әрбір жаратылыстың өз орны бар. Әлемнің құпияларын бізбен бірге танып, көкжиегіңізді кеңейте беріңіз. Видео ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.